Бәріңізге сәлем достар. Бұл 60 жылдық тарихы бар Карлсбадтағы гүлдер алқабы. Калифорниядағы ең әдемі көктемгі табиғи көріністердің бірі. 1 наурыздан 10 мамырға дейін жұмыс істейді. Бағасы $27. Келу керек ең әдемі кезеңі сәуір айы. Жыл сайын мұнда 70-80 миллионға жуық гүл өседі. Өсетін гүлдің негізгі түрі Қазақстанда осы жылы трендтегі гүл ранункулюс. Қатар-қатар орналасқан түрлі түсті гүлдер мен мұхитқа қарай көрініс көздің жауын алады. Сонымен қатар ішінде трактормен серуендеуге болады. Бағасы $8. Ашық алаңмен бүкіл алқапты аралап гүлдердің тарихын аудиогид арқылы тыңдауға болады. Одан бөлек көбелек бағы, басқа да гүлдер өсірілетін жылыжайлар мен бақтар бар. Бұл жердің тағы бір ерекшелігі ақш туы түрінде отырғызылған гүлдер. Оны анық көру үшін дрон керек. Балалар мен отбасыға арналған ойын алаңдары, құм арасынан тастар іздеу ойыны, фудтрактар бар. Одан бөлек бұл жер типкі лоби көтеретін алқапта бар. Біз барған кезде әлі піспеген, сол үшін жабық болды. Фотоға түсуге арналған орындар, инсталляциялар да өте көп. Аптасына бір лайв музыка да болады. Жалпы алқапты көруге болатын жерлер осы. Ескертетін жайт бір, бұл демалыс күндері адам өте көп болатын жер. Енді бұл гүлдерді әрі қарай не істейді деген сұрақ туындауы мүмкін. Кейбір гүлдер кесіліп букет ретінде сатылады, бірақ негізгі мақсат туристерге көрсету. Ал одан да маңыздысы, ранункулюс гүлдерінің астында пиязшыққа ұқсас тамыры болады. Маусым біткен соң гүлдер сола бастағанда фермерлер оларды қазып, кептіреді де дүние жүзіне сатады. Міне, негізгі табыс осы. Тамырларды сатудан келеді. Ал алқап гүлдер толық жиналған соң жер бос қалады да келесі маусымға қайта дайындалады. Бүгінгі шығарылым осы. Бізді қолдап лайк басып, тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Яна, үйдің ана жері бар ғой, балконда. Сол жерге бірдеңе етіп қояйын. Приколға істеп көру болады, да? Шығып үлгере ма ғой? Үлгереді. Сары жүзіп. Бизнес жасағасын осылай жасау керек қой.